Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Бүгін бізде ерекше видео. Как всегда, қашан менде ерекше емес видео шықты айтыңыздар. Вот қашан? Жалпы ютубта игерлға айналу, біртеңге, сіртеңге деген видеолар өте көп. Соны көріп, шабыттанып, мен де соларға айналғым келіп кетті. Шыны керек, менің мейкап скиллдарымды кішкене жоғарылатқым келеді, себебі мен мейкап қиын жасай алмаймын. Осындай видеоларының арқасында кішкене бір көріп, істеп көрейін деп, мүмкін мен өзімнің мейкап жасау қабілетімді жоғарылататын шығармын, иә? Мүмкін. Играл және ибой кәдімгідей танымал стильдердің бірі интернетте дамыған. Короче, ол субмәдениет, осындай қыздар сендер по-любому оны тиктоктан көргенсіңдер. Енді бісміллә деп бастаймыз. Бірінші кезекте мынандай oh my god деп тағып алайық. Маған бірінші әрине тон қажет. Менде қазір шала тон ғана бар. Яғни ол үшін маған не керек? BB крем таусылып жатыр, новыйдан алу керек, 1000 жыл болған. Палетканың ішінде не бар? Тон жасау үшін бәр нәрсе бар. Мынандай консилер, корректор, бәр нәрсе табылады. Және кисточка осы арқылы мен растушевка, тональный жағу, соның бәрін осымен істеймін. Ұста аламын, скорее всего. Или мынау. Жоқ, мынау лучше, да? Сонымен осындайды аламын да. Көзімнің астына и бұлай жоғарға қарай бағыттаймын. Нағыз сөйтіп істеп жатыр. Аямайым. Себебі нағыз аямай жатыр. Енді скулымыздың астына жағамыз. Не үшін ұстап алғам? Әрине көзіміздің үстіне де жағамыз. Қабағымызға. Енді темный оттенок таңдаймыз. Мен мынаны таңдайтын шығармын. Скулыға жағамын. Және мұрныма. Былай. Ойбай. И былай. То есть былай домал жасап шығамыз мына жеріне. Былай домалақ и фук-фук. Болды. Растушевка. Окей. Сонымен менде тон дайын болды. Енді келесі кезекте румяна e-girlдар үшін кәдімгідей басты элементтердің бірі. Сондықтан қазір соны жағамыз. Және менде новыйдан румяна жаңадан, соны тестировать етіп көреміз. Бізге румяна көп қажет. И мұрынға жағамын. Енді пудралаймын бетімді. Боже. Келесі нағыз бірдеңге жылтырақ нәрсені алды да мұрнына жақты, соны қайталаймыз. Осындай жылтырақ типа хайлайтер сияқты, жидкий хайлайтер сияқты нәрсені жағатты и мұрнына былай жағатты. Былай и мұрын ортасына. Не знаю. Вау, я похожа на e-girl. Нағыз бетіне веснушка салып жатыр. Тонкая кисточка аламын да, андай, білмеймін даже, стоит ли. И істеп көрейін. Көру керек, я? Точка жасаймын. Дым көрінбейді. Что я сделала? Бүлдіріп алдым, ну ладно. Енді көз, мынандай темный оттенокпен көздің астын сызам. Келесі қиын нәрсе ол стрелки. Стрелки мен вообще сыза алмаймын, вообще нольмін. Бірақ мен жақында ғана айлайнер, подводка сатып алдым, сонымен істеп көреміз. Так, нағызын айту бойынша бірінші астынан бастап істеу керек. Мен қорқып тұрмын, Так. Неплохо. Так, енді былай істеп көреміз, ё-моё. Мен стрелкамды сыздым, сосын астынан андай типа кірпіктер сияқты да жасадым. Сонымен стрелкамен жұмысымыз бітті. Бірінші керлермен кірпігімізді көтеріп аламыз. Тушпен өзіміздің кірпігімізді боядық. Енді үстіне мынандай накладные ресницы жабыстырамын. Менде ресницы бар,
бірақ мен жабыстыра алмаймын, қолдана алмаймын. Сосын менде даже клей да жоқ, клей болған, тосылып қалды ма, бірнәрсе болып қалды. Бұл менікі емес, менің тәтемдікі, жай маған бере салған. Соны не себепті қолданбасқа, және клей ретінде кәдімгі клейді қолданамын. Блин, лишь бы нәрсе болмасын. Да. Сонымен енді келесі кезекте ерінге мынандай помада, матовая помада қолданамын. Тым классикалық помада болып кетті. Соның орнына мынандай блески қолданғым келіп тұр. Және палеткамдағы мынандай қара помадамен кішкене эксперимент жасағым келіп тұр. Почему бы нет? Қап-қара. Сонымен менде осындай еріндер шықты. Енді вроде менде мейкап бітті. Енді келесі кезекте шаш және киім. Осындай штаны кидім да, және мынандай топ кидім. Және үстіне новыйдан алған қара спортивкамды киемін. Әрине, менің мейкабым мінсіз емес. Бірінші рет жасаған мейкабым, тем более кірпік, стрелки вообще мен үшін бірінші рет жасалып жатқан нәрсе. Бірақ эксперимент ретінде жақсы. Сонымен тағы да қандай образдарды қайталайын. Сіздер білетін қызықты образдар бар болса, соларды қайталайын. Оған инстаға жіберіңдер, дайректке осы образды қайталап көр деп. Мен ол жақта өте белсендімін. Сондықтан тезірек тіркеліп кет. Жалпы арнама тіркелмесе, неғып жүрсің, әрі тіркелмей тезірек тіркеліп кет. Сонымен сіздердің болған мен Ару Асанхан. Көргенің үшін үлкен рахмет.